Қазақша Құран оқу 23-ші Әл-Муъминун сүресі. Аудармасы мүміндер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Шынында иман келтіргендер құтылды. Олар сондай мүміндер, намаздарында іштей жалбарынады. Олар бос нәрселерден аулақ болады. Олар зекеттерін береді. Олар ұятты жерлерін сақтайды. Бірақ жұбайлары немесе меншіктілері болса, оларға сөгіс жоқ. Онда кім бұлардан басқаны іздесе, міне солар шектен шығушылар. Олар аманаттарын, уәделерін қорғаушы. Олар намаздарына ұқыпты, міне солар мұрагерлер. Олар онда мәңгі қалатын Фердаус жәннатына мұрагер болады. Расында адамды нағыз балшықтан жараттық. Сонан кейін оны жатырда тұратын тамшы қылдық. Сосын тамшыны ұйыған қан жасадық. Ұйыған қанды кесек ет жасап, кесек етті сүйек жасадық та сүйектерге ет қаптадық. Сонан кейін оны басқа бір жаратылыс қып жан салдық. Жаратушылардың шебері ұлы Алла. Бұдан кейін әрине сендер өлесіңдер. Сосын сендер қиямет күні күдіксіз тірілтілесіңдер. Рас үстеріңде 7 жол жараттық. Сондай-ақ жаратқандарымыздан хабарсыз емеспіз. Көктен бір мөлшерде жаңбыр жаудырып, оны жер жүзіне тоқтаттық. Рас оны жоғалтуға да күшіміз жетеді. Міне сонымен сендерге құрма ағаштары, жүзімдер және оның ішінде сендер қоректенетін көптеген жемістер бар бақшалар пайда қылдық. Сондай-ақ турсинадан жеушілерге қатық түрінде майлы өсетін зейтінді де шығардық. Рас сендер үшін малдарда әлбетте өнеге бар. Сендерге олардың іштеріндегі сүтін ішкіземіз. Сондай-ақ малда сендер үшін көптеген пайда бар, және олардан жейсіңдер. Мал және кемеменен тасымалданасыңдар. Рас, Нух алейхиссаламды еліне жібердік. Сонда ол: «Әй елім, Аллаға құлшылық қылыңдар, одан басқа тәңірлерің жоқ, сонда да қорықпайсыңдар ма?» деді. Онда елінің қарсы болған бастықтары: «Бұл өздерің сияқты ғана адам. Сендерге үстем болғысы келеді. Егер Алла қаласа періште жіберер еді. Мұны бұрынғы аталарымыздан естімедік» деді. Ол жын соққан ғана бір адам. Сондықтан оны бір заманға дейін тосыңдар. Нух алейхиссалам: «Раббым, олардың мені жасынға шығаруларына қарсы маған нұсрат бер» деді. Сонда оған: «Кеудемізде, көздеуімізде нұсқауымыз бойынша кеме жаса деп уақи еттік. Қашан әміріміз келіп, тандырдан су қайнаса, сонда әр жыныстан бір жұп және өздеріне қарсы бұйрық берілгендерден басқа семьяңды алып кемеге түс. Сондай-ақ залым болғандар жайында маған түк деме. Өйткені олар суға батуға тиісті деп уақи еттік. Сен қашан жолдастарыңмен бірге кемеге орналассаң, барлық мақтау бізді залымдардан құтқарған Аллаға тәнде. Раббым, мені құтты бір қонысқа қондыр, сен ең жақсы орналастырушысың де. Рас, бұнда өнегелер бар, әрине біз сынаймыз. Бұлардан кейін басқа нәсілдер пайда қылдық. Оларға өздерінен жіберген елшіміз: Аллаға құлшылық қылыңдар, Алладан басқа тәңірлерің жоқ, сонда да қорықпайсыңдар ма деді. Елінің қарсы болған ақыретті жасынға шығарған, сондай-ақ біз өздеріне дүние тіршілігінде кеңшілік берген бастықтары: бұл өздерің құсаған ғана бір адам, жегендеріңді жеп, ішкендеріңді ішеді деді. Егер өздерің сияқты адамға бой ұсынсаңдар, рас сендер сол уақытта зиянға ұшырайсыңдар. Сендерге өліп, топырақ және сүйек болғанда шын тіріліп шығатындарыңды ескерте ме? Сендерге бұл ескертілген нәрсе ұзақ, тым ұзақ. Дүниедегі тіршілігіміз ғана тіршілік. Кейіміз өлеміз, кейіміз өмір сүреміз де қайта тірілмейміз. Ол Худ Аллаға өтірік жала жапсырған адам, біз оған сенбейміз. Худ алейхиссалам: Раббым, мені жасынға айналдырғандарға қарсы нұсрат бер деді. Алла Тағала: олар аз бір заманда әлбетте өкінішке ұшырайды деді. Шынайы түрде оларды ащы бір дауыс қолға алып, сыпырындыға айналдырдық. Залым қауым рахметтен ұзақ болсын. Сосын бұлардан кейін басқа нәсіл пайда қылдық.
ешбір қауым ажалын белгілі мерзімін ілгерілете кейіндете алмайды. Сонан кейін елшілерімізді үздік создық жібере бердік те, әр үммет пайғамбарлары келген сайын оны жасынға шығара берді. Сондықтан оларды бірінен кейін бірін жойып, аңызға айналдырдық. Иман келтірмеген ел рахметтен ұзақ болсын. Артынан Муса мен туысы Харунды белгілеріміз, ашық дәлелдерімізбен жібердік перғауын мен шонжарларына. Сонда олар даңдайсыған өр көкірек ел еді. Олар елі бізге құлдық істеп жүрген өзіміз секілді екі адамға сене кетейік пе десті. Екеуін жасынға шығарды, сондықтан жоқ етілді.